Бүгін осындай ерекше тағамды жасап көрейік. Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Ең оңай әрі тез жасалынады. Дәмі ерекше болып шығады. Бізге керек заттар ол пияз, бұқтырылған сиыр еті, дайын күйінде консервант. Содан кейін дайын магазиннің жаймасын аламыз. Енді табамызға бұқтырылған сиыр етін салайық. Қасықтың көмегімен кішкене бөліп жаямыз. Үстінен кесілген дайын пиязымызды саламыз. Енді дайын жаймаларды үстінен тізіп шығамыз. Бұл тағамды міндетті түрде жасап көріңіз. Дәмі ерекше болып шығады. Әсіресе жас студенттерге керемет таптырмайтын тағамның бірі. Оңай әрі тез жасалынады. Татымына қарай тұз, бұрыш, сүйікті дәмдеуіштеріңізді қоссаңыз да болады. Қайнаған суымызды құйып, сәл үстін жауып тұратындай, баяу отта 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Дәмі қызық болады, бір жасап жейтіндей-ақ. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыз. Бұл тағам бізге ұнады, бәрін жеп тауыстық. Міндетті түрде сізде жасап, жанұянызды қуантыңыз. Осындай керемет видеолар менің каналымда өте көп. Бірге болайық. Қазақ каналын бірге дамытайық.